Сәлем достар, сіздермен бірге мен IT Бала. Бүгін біз Scratch бағдарламасының 3-ші сабағы звук, яғни дыбыс сабағын өтетін боламыз. Бұл бізде кішігірім тақырып. Бұл жерде біз өзіміздің кейіпкерге дыбыс береміз, дыбыстың жуандығын, жіңішкелігін анықтайтын боламыз. Ол бізде розовый цветпен беріледі. 3-ші тұрған. Движение, внешний вид, звук, звук. Оның ішіндегі блоктар өте аз, және бірақ олардың дыбыстарының өзі, дыбыстарды құрау жағы ұзақ болатын болады. Енді бірінші блок бұл бізде играть звук мяу до конца. Мына мяу деген звуктың орнына мына запись жазаластар. Не мына звуки деген жерден мына біз кейіпкерлермен фон алатын кезде 4 тәсіл бар. Бұл жерде де дәл сол 4 тәсіл. Бірақ ол жерден рисовать емес, записать деген болады. Яғни, осыны басқан кезде біз өзіміздің даусымызды мына жерде басып, өзіміздің даусымызды жаза аламыз. Міне, басып көрсем, басып, өзіміздің даусымызды міне шықты. Перезаписать десе қайта басады, сохранить десек өзімізге сақтап аламыз. Және оларды звуктар библиотекасынан аламыз. Міне жануарлардың дыбысы, эффектілер, циклдар, заметки, тамақ жегендегі дыбыс, ғарыштық дыбыс, спорттық дыбыс, адамдардың дауысы, және мынау әртүрлі Том и Джерри деген мультфильмдердегідей өлеңдер. Сюрприз, яғни бұл рандом ғып береді. Загрузить звук, яғни интернеттен аламыз. Енді мынаны бассақ, бұл ойынның соңына дейін өзінің дыбысын соңына дейін жеткізіп айтады. Включить звук мяу. Мысалы, оны басқаннан кейін басқа бір нәрсе келсе, ол сразу тоқтап қалады. Мысалы, мені қараңыздар. Тағы бір болады. Болды. Міне, остановить все звуки. Бүкіл дыбыстарды тоқтату. Міне. Көрдіңіздер ғой. Бұл өзі айтпайды. Ал мынаның астына қоятын болсақ, ол өзі соңына дейін айтады. Себебі бұл до конца деген циклы бар. Одан кейінгісі изменить высота тона дейді. Яғни жуандығы. Звучание слева вправо деген бұл да сондай бір нәрсе. Міне. Он звук. Ештеңе болмады. Жіңішке айтып тұрған сияқты. Ал бұл установить, яғни бұл размерлерге сияқты. Бұл жерде тура орнатамыз. Ал бұл жерде өзгертетін боламыз. Изменить өзгерту, установить орнату. Убрать звуковые эффекты. Яғни біз мыналарды басқаннан кейін мынаны басатын болсақ, онда олар мына дыбыстар бізде бұлар мүлдем болмай қалады. Өзі кәдімгідей айтты. Ал егер біз мынаны алатын болсақ, көрдіңіздер ғой, ол басқаша сөйледі. Изменить громкость на он и установить громкость. Ал бұл громкость звука біз бұны келесі тақырыптарда өтетін боламыз. Яғни оператор переменный тақырыбында. Изменить громкость на унисон дейді. Яғни бұл громкость деген дыбыс. Яғни жуан дыбыстың үні. Қатты болады, не жай болады. Егер біз қазір мынаны басатын болсақ, ол жай айтады міне. Көрдіңіздер ғой, бізге ол қатты естілді, жай естілді. Мяу. Міне. Егер біз бұны нерде минусон емес, минус 30 дейтін болсақ, минус 30 дейтін болсақ, минус 30 дейтін болсақ, міне ол жайырақ айтты. Осымен сабағымыз бітті. Бүгін мен сіздермен звук бөлімін сіздерге көрсеттім. Осымен сабақ аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.